Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан аумағындағы ерте орта ғасырлық мемлекеттердің екінші сабағы. Зерттеу сұрағы 6-9 ғасырда билік құрған қай хандардың есімдері тарихта сақталды. Оқу мақсаты 6-9 ғасырлардағы мемлекеттердің даму ерекшеліктерін түсіндіріп, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау. Құрметті балалар, енді осы мақсатқа жету жолында біз бейне жазумен танысып алуымыз қажет. Назарларыңызды экранға аударыңыздар. Түркі қағанатының екіге, шығыс және батыс қағанаттарға бөлінуіне алып келді. Батыс қағанаттың орталығы Суяб қаласы. Батыс қағанат бөлініп шыққанымен, саяси жағынан шығыс түркі қағанатына тәуелді болды. Өйткені өкімет билігі түркі Ашина ақсүйектері қолында қала берді. Батыс түркі қағанатының хронологиялық тарихын негізгі 3 кезеңге бөлсек. Бірінші кезең, оның түркі қағанатына енген кезі 545-603 жылдары. Екінші, өзінің батыс түркі қағанатын құруы 603-704 жылдары. Үшінші, түркеш қағанатының құрылуы 704-766 жылдары. Батыс түркі қағандығы мен шығыс түркі қағандығының билік жүйесіндегі айырмашылық, бұрынғы Ашина ханзадалары деңгейінде билікке 10 оқ будынның беделді адамдарының араласа бастауы еді. Батыс түркі қағанаты ішкі қырқысулар мен Таң империясының басқыншылығы нәтижесінде 20 жылға созылған соғыста қатты әлсіреп, ыдырап кетті. Шығыс түркілері 50 жылға созылған табанды күрес арқылы 689 жылы өз тәуелсіздігіне қол жеткізді. Батыс түркілері түркеш қағанатын құрып, батыс түркі қағанатының жерлеріне ие болып қалды. Балалар, біз өткен сабағымызда түрік қағанаты туралы мәліметтермен танысқан болатынбыз. Кәнеки есімізге түсірейік. Түрік қағанаты Қазақстан территориясында ерте феодалдық мемлекеттердің ең алғашқысы болып табылады. Түрік қағанаты 552-603 жылдары өмір сүрген мемлекет. Түрік қағанаты негізгі құрамы түркі тілдес тайпалардан, халықтардан құралады. Олардың басым көпшілігін Тере, Терек тайпаларын құрайтынын біз білдік. Теле түрік тілдес тайпалардың ортақ атауы. Қытай шежіресі бойынша теле сөзінен түрік атауы қалыптасқан. 542 жылға Қытай жылнамасында түрік этнонимі туралы жазылған. 552 жылы түрік қағанаты құрылып, 603 жылға дейін өмір сүрді деп келтіріледі. 603 жылы түрік қағанаты ішкі талас тартыстың және көрші елдермен соғыс, Қытай шапқыншылығының әсерінен екіге бөлінгендігінен біз мағлұмат алған болуымыз керек. Алдағы экранға назар аударыңыздар. Түрік қағанатының екіге бөлінуі. Түрік қағанатының территориясына назар аударсаңыздар, бұлар батыс түрік қағанаты, шығыс түрік қағанаты болып қақ ортасынан бөлінген. Әрине бұл 603 жылы болған оқиға. Түрік қағанаты, батыс түрік қағанаты, шығыс түрік қағанаты деп бөлінуі, бұл сол кезеңде саяси үдерістердің ең үлкені болып табылады. Батыс түрік қағанаты 603-704 жылдар аралығында өмір сүрген. Шығыс түрік қағанаты 682-744 жылдар аралығында өмір сүрген. Батыс түрік қағанаты 10 оқ елі деп аталынған. 10 оқ деген 10 тайпа дегенді білдіреді. Сондықтан да ежелгі жазбаларда, деректерде батыс түрік қағанатын 10 оқ елі деп айтады. Батыс түрік қағанаты екіге бөлінгенмен де ол өзінің тәуелсіздігін алған жоқ. Ол шығыс түрік қағанатына бағынышты болды, оған тәуелді болды. Батыс түрік қағанатының негізін Тардуш қаған салған. Шегу қағанның, Тон қағанның тұсында батыс түрік қағанаты гүлдену шегіне жетіп отырған. 10 оқ елі деп біз түрік тайпаларының бірлестігін айтамыз. 10 оқ елі де 5 тайпадан бөлінеді. 5 тайпа, алғашқы 5 тайпа Долу, екінші 5 тайпа Нушеби тайпалар деп айтылады. Долу тайпалар Шу өзенінің шығысын мекендесе, Нушебилер Шу өзенінің батысын мекендеген. Шығыс түрік қағанаты 682-744 жылдары өмір сүрген және мұндағы ең белді қағандары Суар қаған болған. Суар қаған 603-619 жылдары билік құрды. Ел қаған 620-629 жылдары билік құрды.
Шығыс түрік қағанатын қалпына келтіруді Құтлық елтеріс. Бұл 682 жыл болатын. Күлтегін мен Білге қағандардың тұсында Шығыс түрік қағанаты гүлдену, шарықтау шегіне жетті. Себебі осы кезеңдегі деректерді біз Күлтегін мен Білге қағанының ескерткіштерінен мәліметтерді аламыз. Картаға назар аударыңыздар. Батыс түрік қағанатының картасы берілген сіздерге. Батыс түрік қағанаты қазіргі Қазақстанның территориясын алып жатыр. Іле өзені мен Жоңғария аймағынан батысқа қарай Жетісу, Қаратауға дейін барған. Шегу қаған шығыста шекарасын Алтайға дейін, солтүстік батысында Каспий теңізіне дейін ұлғайтқан. Оңтүстік батыста Тарым өзені мен Памир тауларына дейін жеткізілген. Астанасы 2 астана болған. Бірі қысқы орда Шу аймағындағы Суяқ қаласы, жазғы орда Талас аймағындағы Маңбұлақ қаласы болған. Шығыс түрік қағанатына тоқталатын болсақ, бұның аумағы Орхон өзенінен шығыста таулы Хингангаға дейінгі Моңғолияның орталық және шығыс өңірлерін қамтып отыр. Бұл екі қағанаттың территориясы өзінің алдында өмір сүрген түрік қағанатының территориясын құрайды. Оқушылар, назарыңызды экранға аударамыз. Сіздерге арналған тапсырма ұсынылады. Бұл тапсырма бойынша әр мемлекетке қатысты мәліметті төмендегі кестеге топтастыруымыз қажет. Бұл 6 мәлімет берілген. Осы 6 мәліметті батыс түрік қағанаты, шығыс түрік қағанаты кестесіне орналастыруларыңыз қажет. Бұл тапсырманы орындау үшін дескрипторға назар аударамыз. Білім алушы батыс түрік қағанатына қатысты мәліметті табады және шығыс түрік қағанатына қатысты мәліметті тауып кестеге жазады. Ал енді балалар, тапсырманы орындауға кірісейік. Егер тапсырманы орындап болсаңыздар, дұрыс жауап арқылы тапсырмаңызды тексереміз. Батыс түрік қағанатына А, В, Е, Ф жауаптары тиесілі болатын болса, шығыс түрік қағанатына С, Д, Ж нұсқалары тиесілі болады. Ендігі мәселе, біз қағанаттың әлеуметтік құрылымын анықтауымыз қажет. Мемлекеттерді қаған басқарған. Қағаннан кейін сол мемлекеттердің белді лауазымды тұлғалары шарт, жабылу, елтебер деп айтылады. Одан кейінгі сатыда тархан, бұйрықтар орналасқан. Бұлар сол кезеңдегі мемлекеттердің сот істерін атқарушылар. Одан кейін бектер, бұл ру тайпа басқарушылары. Міне осы кестені 3 бұрышқа салатын болсақ, бұл бір үлкен пирамиданы құрайды. Ал енді төменгі сатыда қара бұтындар жатқызылады. Қара бұтындарға кімдер жатады? Оған қарапайым халық, егінші халықтар жатады. Одан кейін таттар жатқызылады. Бұл таттар соғыста қолға түскен құлдар. Мінекей, бұлар осы қағанаттардың әлеуметтік құрылымын көрсетеді екен. Балалар, алдарыңызда көрсетілген кестені есте сақтап алыңыздар. Балалар, сонымен бүгінгі сабағымызды қорытындылап жіберейік. Біртұтас түрік қағанатының құлдырауы негізінде жаңа түркі мемлекеттері қалыптасты. Осы мемлекеттер шеңберінде ұлы далада көне түркі халықтары одан әрі дамып, айналасындағы тайпаларға ықпал ете бастады. Ұлы дала ежелден қалыптасқан ұғым. Ұлы далаға Алтайдан Қара теңізге дейінгі кең байтақ аумақ жатады. Оның негізін қазақтың жері құрайды. Ұлы даланы мекендеген түркілер өз кезінде қуатты мемлекеттерін құрған. Батыс түркілердің өз мемлекетін құруының саяси себебі қаған әулеттерінің дербес билікке ұмтылуында еді. Ал экономикалық себебі әр өлкенің шаруашылық ерекшеліктерімен туындады. Мінекей балалар, бүгінгі сабақта біз осыларды үйрендік. Ал енді балалар, бүгінгі сабақта сіздер не үйрендіңіздер? Біріншіден, батыс және шығыс түрік қағанаттарының тарих сахнасына келу тарихын меңгердіңіздер. Екіншіден, батыс және шығыс түрік қағанаттарының картадан орналасу аймағын айқындадыңыздар. Үшіншіден, батыс және шығыс түрік қағанаттарының қағандарының саясатымен таныстыңыздар.
Олай болса балалар, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.